Жұмыртқа арқылы Алланы таны. Адам баласы көбіне айналасындағы ғажайыптарға көз салмай, олардың артындағы ұлы жаратушының даналығын байқай бермейді. Мысалы, қарапайым ғана құрылыс материалдарын, цементті, құмды және суды араластырсақ, олардан берік бетон пайда болатынын білеміз. Егер осы үш нәрсені көбірек араластырсақ, көлемі де, күші де арта түсетін бетон шығара аламыз. Бұл бізге түсінікті физикалық заңдылық. Ал енді назарымызды бір сәт жұмыртқаға бұрайық. Біз жұмыртқаны күнде көреміз, бірақ оның ішінде болып жатқан таңғажайып құбылысты терең ойлап көрдік пе? Жұмыртқалардың көлемі әртүрлі. Бірі кішкентай, бірі үлкен. Бірақ бірінің пішіні бірі-біріне ұқсас. Қабығы да, ішіндегі сарысы мен ағы да ұқсас. Яғни сырттай қарағанда айырмашылығы жоқтай көрінеді. Олардың құрамындағы элементтер де бірдей дерлік. Егер біз жоғарыдағы бетон мысалдағындай ойласақ, онда осындай ұқсас жұмыртқалардан бір-біріне ұқсас тіршілік иелер шығу керек еді. Үлкен жұмыртқадан үлкен, кішкентайдан кішкентай, бірақ бәрі бір пішінде, бір сипатта болу тиіс керек еді. Бірақ шындық олай емес. Жансыз, рухсыз, сезімсіз сұйықтықтан әртүрлі тіршілік иелері пайда болады. Бұл ақыл жетпес құбылыс емес пе? Мысалы, мына үш жұмыртқаны елестетіп көріңіз. Бірі көгершіннің жұмыртқасы, екіншісі кәдімгі үй тауығының жұмыртқасы, үшіншісі әсемде керемет тауыс құсының жұмыртқасы. Үшеуі де сырттай бірдей, ішіндегі сұйықтықта көзге ұқсас көрінеді. Бірақ біраз уақыт өткен соң олардың ішінен мүлде басқа жаратылыстар пайда болады. Көгершін нәзік сүйкімді шағын құс, тауық өз тіршілігімен шектелген үй құсы, ал тауыс сан алуан түсті қауырсындары бар әсемдіктің символындай керемет жаратылыс. Қарапайым жұмыртқадан мұндай күрделі жаратылыстар шығу адам ақылмен түсіндірілмейтін құбылыс. Сонда бұл ғажайып қалай жүзеге асады? Кім оларға пішін беріп, көз, қанат, жүрек жаратты? Кім олардың әрбір жасушасына өмір нұрын берді? Егер біреу мұның бәрін жұмыртқаның өзі жаратты десе, бұл әрине күлкілі болар еді. Өйткені жұмыртқаның өзінде сана жоқ, жүрек жоқ, рух та жоқ, жан да жоқ. Осылайша біз түсінеміз, жұмыртқа да, ұрық та, дән де бәрі себеп қана. Ал нағыз жаратушы сол себептердің артында тұрған ұлы Алла Тағала. Ол жансыздан жанды жаратушы, қарапайымнан ғажайыпты тудырушы. Адам баласы жаратылыстың осындай ұсақ мысалдарының өзінен Алланың даналығын, құдіретін танып білуге болады. Алла дән мен сүйекті жарып, өсіріп шығарушы. Ол өліден тіріні шығарады, тіріден өлі шығарады. Міне осындай сендердің Раббыларың Алла. Сонда да қалайша ақиқаттан бұрыласыңдар?